Сәлем достар, мен Ағарке Мақсатқызы, және бұл менің экоблогым. Менің блогым сіздерге қоршаған ортаны қорғау туралы ақпарат беруге арналған. Бүгін біздің тақырыбымыз өте маңызды. Қоршаған ортаны таза ұстайық. Бәріміз де таза ауамен тыныстап, мөлдір су ішіп, жасыл желекке көз тоймағанын қалаймыз. Бірақ өкінішке орай, қазіргі таңда адамдардың әрекетінен табиғат қатты зардап шегуде. Қоқыс тастау және де планетамызға жасаған қателіктеріміз бір бөлігі ғана. Бірақ үміт үзбейік. Әрқайсымыз қоршаған ортаны қорғауға өз үлесімізді қоса аламыз. Ол үшін үлкен өзгерістер жасау міндетті емес. Кішкентай қадамдар да маңызды нәтижеге әкеледі. Не істей аламыз? Біріншіден, қоқысты дұрыс сұрыптау. Пластик, қағаз, шыны және органикалық қалдықтарды бөлек жинау арқылы қайта өңдеуге көмектесеміз. Бұл жаңа өнімдер жасау үшін табиғи ресурстарды сақтауға мүмкіндік береді. Екіншіден, пластиктен бас тарту. Пластик пакеттердің орнына матадан жасалған дорбаларды, пластик бөтелкелердің орнына көп рет қолданатын су ыдыстарды пайдаланайық. Үшіншіден, энергияны үнемдеу. Үйдегі электр шамдарын энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырайық. Бөлмеден шыққанда жарықты өшірейік және электр құрылғыларын розеткадан суырып қояйық. Надо вот так, так, так. Понятно? Надо вот так. Төртіншіден, суды үнемдеу. Су кранын ағызып қоймайық. Кір жуғанда суды тиімді пайдаланайық және душта аз уақыт тұрайық. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Бесіншіден, көлікті аз пайдалану. Жаяу жүруге немесе велосипедпен жүруге тырысайық. Қоғамдық көлікті қолданайық немесе бірге жүруді ұйымдастырайық. Надо вот так, так, так. Понятно? Алтыншыдан, қоғамдық орындарда қоқыс тастамау. Саябақтарда, көшелерде, жағажайларда және басқа да қоғамдық орындарда қоқыс жәшіктен пайдаланайық. Егер қоқыс жәшігі болмаса, қоқысымызды өзімізбен бірге алып кетіп, үйге келген соң дұрыс тастайық. Қоғамдық орындарды таза ұстау бәріміздің міндетіміз. Надо вот так, так, так. Понятно? Достар, бұл тізімді әлі де жалғастыруға болады. Ең бастысы, әрқайсымыздың қоршаған ортаға деген жауапкершілікті сезінуіміз. Табиғат бізге берген сыйды бағалай білейік және оны келесі ұрпаққа таза күйінде қалдыруға тырысайық. Менің блогымда қоршаған ортаны қорғауға арналған пайдалы кеңестер мен ақпараттар өте көп. Сондықтан да каналыма жазылыңыздар және бірге табиғатты аялайық. Ал сіздер қоршаған ортаны таза ұстау үшін қандай қадамдар жасап жүрсіздер? Оны комментарияға жазып кетіңіздер және бір-бірімізбен тәжірибені бөлісейік.